Армысыздар, қазақ елі. Бүгін 29 сәуір 2026 жыл. Осы өткенде референдум боларда мен 15 тәулікке қамалған болатынмын. Жаңа ешбір кінәсіз деп айтуға болады. Репорт жасаған үшін. Ол жаңағы биліктің істеп отырған қитұрқы саясаты ғой, халықты басып жаншу. Бірақ енді мен сол жерде болғанда көргендерім жаңағы машина айдап мас болып ұсталғандар, жаңағы ішіп, енді ауыр масайғандар бір азған адамдар болды. Көбі жаңағы ашен бір перегармен, көбі подъездің алдындағы 1 сүтке, 3 сүтке, 10 сүтке қамалғандар, подъездің алдында темекі тартқан, подъездің алдында сыра ішкен. Енді біздің үкімет не істеп жатыр? Подъездің алдына орнына қойған орнына камера қойып жатыр. Ол сол пайдалырақ. Мен көріп отырған. Соң қаншама жаңағы адамдар сотқа наразы. Сот жаңағы бұлардың айтқанын тыңдамай келді, тыңдайды, одан кейін решение шығарды, мә саған 3 сутка, мә саған 5 сутка шаруа жоқ. Соны айтады. Енді бір ол жердегі мысал келтіріп айтатын бір жігіт тісін жұлғызған, содан келе жатады, аузын қан ағып тоқтамайды, ананы берген енді көбірек білмеймін, ана тісіңе басып бар деймін. 1-2 мәрте бітіп қалады. Соны енді остановкаға бару керек, аптекаға бару керек. Содан бір магазиннен 200 граммдық арақты алады, аузын шайып кетіп бара жатқан. Сонда бір детсатпа мектептің алдында камера тұрған, соған түсіп қалған, ана ішіп бара жатқан сияқты. Енді ішіп бара жатыр, ұрттап аузын шайып барады. Енді ол ана аузындағы қанмен арасы барақ ішпейді ғой. Содан артынан 14 келеді, одан участковый оны жауып салған. Сол сияқты. Енді ол жерде жатқандар, жаңа 80 сутка жатқандар әртүрлі жаңағы тәулікте жатыр. Мен айтайын дегенім, соншама адамды сол жерде шуақ тамақ беріп, постель беріп, жаңағы күзетіп, не үшін ұстап отыр мына үкімет? Енді мына студенттерді, мұғалімдар, жаңағы больницаның қызметкерлерін жаңағы апарып, әр жердерде сенбілік деп жаңағы тазалаттырып жатыр. Енді соларды апарып жаңағы мұғалімдарды, солар қинағанша сол 15 тәулікте жатқандарды апарып істеттірмей ме? Мусорды жинатқызып, даладағы мектеп, балабақшалардың маңайындағы, больницалардың маңайындағы. Соны істетуге болады ғой, ішкен тамағын ақтасын. Не үшін сол жерге жаңағы 15 күн қамақ қояды, мен соны түсінбей отырмын. Қандай пайда халыққа, үкіметке? Соны жаңағы қолға алу керек. Бұл халық болып. Жаңағы сол жерде біреуді асыраудың қажеттілігі жоқ, бәрін апарып жаңағы жұмыс істеп тұру керек қой. Қоғамдар мойнын арта бермей.